Қаракөл сақшылары жобасының жетекшісі Тайжанова Амина. Сәлем. Сәлем. Жалпы Қаракөл сақшылары жобасының қатысушыларының қызығушылығы неде? Неліктен оқушылар осы жобаға, клубқа кіруге қызығады? Өйткені біздің Қаракөл сақшылар жобасы жоғарғы деңгейде оқушылар қатысып жатыр. Өйткені оларда туған жеріне деген махаббаты, өзінің осы Маңғыстаудағы экологиялық проблемалардың шешуіне өз үлестерін қосқысы келеді. Яғни олар Қаракөлдегі әртүрлі тазалық жұмыстарына өз үлесін қосып, жыл сайын өтетін халықаралық санаққа атсалысып жатыр. Осы жоба арқылы әрбір қатысушының алатын рухани азығы қандай? Яғни олар осы өзінің туып өскен жеріне деген махаббаты ашылып, табиғатқа деген өзінің саналы көзқарасы қалыптастырады. Олар деген табиғатқа деген қызығушылықтар арттырып, қамқорлыққа тәрбиелеу осы Қаракөл сақшылар жобасының негізгі мақсаты болады. Жауабыңызға көп-көп рахмет. Рахмет сізге де.